Сәлем достар, белгілі бір себептермен көп уақытқа жоқ болып кеттім. Кешірім сұраймын. Бүгін біз кездесу мен қоштасу әнін ойнап үйренеміз. Ол үшін бізге 3 аккорд керек. Мен 2 түрін көрсетемін. Барес түрі екеуі де. Бірінші түрі бұл EM аккордынан басталады. Сосын екінші аккорды AM. Сосын H7 деген аккорд. H7. Осы 3 аккорд. Енді екінші түрі бұл AM аккордынан басталады. AM, сосын DM, потом E. Бұл екінші түрі. Оң қолмен біз былай ойнаймыз. Төмен, жоғары, жабамыз, жоғары. Төмен, жоғары, жабамыз, жоғары. Былай болады. Осылай. Енді перебор түрін көрсетейін. Шертіп ойнау түрі. Бұл перебордың аты 8 деп айтылады. Бұл жерде біз 5-ші, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 деп ойнаймыз. Мына жерге жазып кетемін. Так, бірінші қағазбен көрсетейін. Өлеңді айтып сосын переборын көрсетемін. Сенсіз арман бекер ғой. Төрт рет ойнап алдық. Сосын айымға түсеміз. Көңіліме сарыла. 2 рет ойнадық. Сосын H7-ге барамыз. Су. Өмір саны екен. 4 рет ойнадық. Ғой. Айымға барамыз. Ғой. Қайтадан H7. Кездесу мен қоштасу дегенде EM-ға қайтадан келеміз. Екінші жол дәл осылай. Екі соңғы жолы қайырмасын бастаған кезде біз былай бастаймыз. AM-ға келеміз де жаңағыдай ойнаймыз. Енді маған сен білесің. H7. Сосын сені ұмытта алар емес. EM. Қайтадан AM. Жанарымда қалды елесін. H7. Сені ұмытта алар емес. EM. Мінекей осылай. AM-нан бастаған кезде дәл осылай ойнаймыз. Дәл осылай ауысып отырамыз. Енді перебормен ойнап көрсетем. Сенсіз арман бекер ғой. 2 рет ойнадым, сосын айым қарамыз. Көңіліме сарыла. H7 су. Өмір саны екен. 2 рет ойнадым. Ғой. Айымға қайтадан келдім. 1 рет ойнадым. Сосын қайтадан H7. EM-ға қайтадан келем. Сосын қайталаймын. Дәл осылай. Сосын қайырмасына келген кезде AM-нан бастаймыз. Енді маған сен білесің. H7. Сені ұмыта алар емеспін. EM. Қайтадан. Жанарымда қалды елесің. H7. Сені ұмыта алар емеспін. Міне осылай. Егер де түсінікті болса, сабақ ұнаса, лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер, және де менімен бірге болдыңыздар. Алдағы уақытта көптеген бейне сабақтар болатын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.